Ақылды әйел. Бір қауым көшіп-қонып жүріп, өмір сүруді әдетке айналдырған еді. Араларында өте қартаң анасы бар кісідей болды. Анасының жасының үлкендігі себебінен ара-тұра алжып, есін жоғалтып, перзентіне қатты жабысып алатын да, одан айырылғысы келмейтін. Бұл қылықтары ұлын шаршатып, жүйкесін тоздырып, қауымы арасында тап бір осы себеппен абыройы төгіліп жүргендей сезіндірді. Күндердің бір күнінде олар тағы да әдетіне орай басқа жайлауға көшпекші болады. Сонда әлгі жігіт әйеліне: «Әй, қатын, ертең көшетініміз мәлім. Анамды білесің, ауру, оны сыртта қалдыр. Біреу көріп қалса, рақымы келіп алып кетер. Жасы да кексейіп қалды, жол жүруге де жарамайды. Әбден мезі етті. Оған біраз жейтін тамақ пен ішетін су қалдыр. Біреу-міреу көрсе, өзімен алып кетер, яки ажал жетсе өлер» деді. Әйелі: «Дегеніңіз болсын қожайын, алаң болмаңыз. Айтқаныңызды артығымен орындаймын» деп жауап берді. Ертеңгі күн де келді. Барлығы дүние мүлкін жинады. Әйел де күйеуі айтқандай қайыненесіне талғажау ететін азық пен ішуге суын қалдырды. Сонымен көшпелі қауым керуенімен жаңа жайлауға қарай бет алып кете барды. Олар күннің жарымында тынығу үшін тоқтады. Анасын ескі қоныста қалдырған әлгі жігіт әйелін шақырып, ұлын жанына әкелуін сұрады. Оның жалғыз ғана 1 жасар ұлы бар еді. Ол ұлын өте қатты жақсы көретін, жиі еркелетіп, құшағына алып, маңдайынан иіскейтін. Әйелі оның сұрағына үндемеді. «Ұлымды алып кел дедім ғой саған» деп зекіп тастады әйелін. Сонда әйелі: «Оны анаңызбен қалдырдым. Бізге оның қажеті жоқ» деді саспай. Мұны естіген күйеуі үстіне біреу мұздай суды құя салғандай әсер алып, айқайлап жіберді. «Не үшін?» Сонда әйелі: «Өйткені ол да бір күн иесі еді. Анаңызды елсіз ескі қонысқа қалдырғаныңыз тәрізді, ұлыңыз да сізді тастап кетеді. Сіздің істеген ісіңізді қайталайды. Мұндай перзенттің бізге керегі жоқ» деп жайбарақат кете барды. Әйелінің бұл жауабы оған найзағай түскендей әсер етті. Атын жүгендеп, ескі қонысқа қарай шаба жөнелді. Көшкен қоныстарына қас қарайған шақта келіп жетті. Әдетте дүйім жұрт көшсе, олардан қалған құтқан нәрселердің арасынан тамақ іздеп жабайы жыртқыш аңдар келетін. Жан-жағына қарағаны сол, бір шетте анасы оның ұлын бауырына қатты қысып алған, екеуінің айналасын шабуылға дайын тұрған бір топ аш бөрілер қоршап тұр екен. «Қарт ана, жоғалыңдар, бұл менің ұлымның жалғызы. Тиіспеңдер, көздеріңді құртыңдар» деп оларға тас лақтырып отырғанда. Мұны көрген баланың жүрегі өрекпіп, қолына мылтығын алды да бөрілердің бірін атып, сұлатып түсірді. Қалғандары мылтықтың даусынан қаша жөнелді. Ол лезде атынан түсіп, анасын құшағына алды. Бет-жүзін көздерінен аққан жасы жуып, ащы өксікпен «Анашым, мені кешіріңізші» деп сан рет қайталады. Оларды атына мінгестіріп, жаңа қоныстарына қайтты. Содан кейін бұл кісі анасына ерекше мейірімді болды. Жаратқанның оған дана әйел нәсіп еткеніне қуанды. Енді ол басқа жаққа көшетін болса, ең әуелі анасын түйеге мінгізіп, өмірінің соңына дейін оған қызмет қылуға бел байлады.